Жер ғаламшарының егізі бар. Жақында ғана бұл планетаға байланысты көптеген құнды мәліметтер пайда бола бастады. Зерттеу нәтижесінде ғалымдардың бұл планета жердің егізі екеніне көздері жетті. Ол жерден 2,5 есе үлкен болып шықты, және біздің ғаламшарымыздан 600 жылдық қашықтықта жатыр. Бұл планетадағы температура 22-23 градусты көрсетіп тұр. Ондағы бір жыл 290 күнге тең. Дегенмен ғалымдар бұл планетада тіршілік бар ма, онда қандай элементтер бар екенін әлі зерттеген жоқ. Бірақ Глория ғаламшары 17 ғасырда зерттелген. 17 ғасырдың ғалымдары ол кезде телескоп арқылы шолпан ғаламшарының жанынан әлде бір жұлдызды көрген. Бірақ тым тереңірек зерттей келе, бұл құбылыстың жұлдыз еместігі байқалды. Және барлық ғалымдар басында оны шолпан ғаламшарының серігі деп ойлаған. Бірақ шын мәнінде бәрі де басқаша еді. Бұл ғаламшарды зерттеу шын мәнінде өте қауіпті болуы да мүмкін. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Өз ойларыңды пікір алаңына жазуды ұмытпаңдар. Және келесі бөлімде ғарыш тақырыбында бұдан да қорқыныштырақ видеолар дайын тұр. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып кет.